Мен өзімнің барлық видеоларымда айтамын, өмірді өзіңіздің қалаған жағыңызға өзгертудің ең басты кілті ол ішкі өзіңіздің жағдайыңыз. Яғни өмір сырттан ішке қарай болмайды, іштен сыртқа шығады. Айналада көріп жатырған жағдайларыңыз сіздің ішкі өміріңізде болып жатырған жағдайдың шағылысы ғана. Яғни айнала дегеніміз ол айна. Енді сол бір махаббат, алғыс күйіне өзімізді қалай алып келеміз, ойымыз қопырап жатыр. Болашақты ойлаймыз, өткен шақты ойлаймыз. Енді ойламайтын нәрсеміз жоқ. Жалпы ой деген бұл біздің миымызда болмайды. Ой біздің қазіргі күйімізге байланысты сондай ойлар келеді осы пространстводан, яғни осы кеңістіктен келеді. Біздің ішкі жан дүниеміз қандай бір күйге, қандай бір толқынға лайықты, соған байланысты ойларды қабылдаймыз. Ал сол ойларды қабылдамау немесе қабылдау өзіміздің құқығымыз, өзіміздің еркіміз. Осыған енді өзімізді үйретуіміз керек. Енді мына өзімізді махаббат күйіне, алғыс күйіне, ішкі жан дүниемізді, жүрегімізді әкелуге біздің киіп жүрген маскамыз, біздің өзімізбен және айналамен шынайы болмауымыз әсер етеді. Яғни әсер ететін ең маңызды, ең басты себептердің, ең басты факторлардың бірі. Сіз ойлайсыз, қалай ол мен өзіммен шынайы емеспін деп, Осылай телефонға немесе айнаға сөйлесіп көріңіз өз-өзіңізбен. Қаншалықты сіз өзіңізбен шынайысыз. Мысалы, сіз енді өтірік айтқышсыз, өтірікті көп айтасыз. Адамдарға көп манипуляция жасайсыз. Яғни өзіңіздің қалағаныңызды бір құйтырқы жағдайлармен, тәсілмен орындатасыз. Немесе лудомания, азартқа өзіңіздің бағанағы жан дүниеңіз соған тартылып тұрады, бірақ соны да мойындағыңыз келмейді. Ой, мен анда-санда бір ойнайын ғой деген сияқты. Немесе енді көп қой ориентация жағдайы бар, мойындағыңыз келмейді өзіңізде. Енді ориентация түсініп отырсыз қой. Сосын не нәрсе бар? Енді айта берсе көп, әр адамның былайша айтқанда кемшілік деп санайтын бір жағдайлары. Енді екінің бірі өз-өзіне мен сондай адаммын деп мойындай алмайды, тіпті өз-өзіне мойындай алмайды. Соны бағана осылай айнаға қарап, немесе телефонға қарап сөйлесіңіз, жазыңыз, өзіңіздің қандай кемшіліктеріңіз бар. Яғни бұл кемшіліктердің барлығы негізінде кемшілік емес, бұл сіздің нағыз сіздің дамуыңызға отын болатын бір энергиялар. Енді осыны бір саралап көрейік, осымен қалай жұмыс жасауға болады. Мысалы, сол кемшіліктердің бірі көп өтірік айту. Тек бағанағы айналадағы адамдарға емес, өзіңізді де алдап келе жатырсыз. Сол өзіңіздің өтірік екеніңізді туралы өзіңізге де мойындағыңыз келмейді. Ой, бұның барлығы нормально. Екінің бірі өтірік айтады. Мен бұлардан еш кемшілігім жоқ, артықшылығым жоқ. Мен де сол екінің бірі сияқты өтірікшімін деп өз-өзіңді жұбатасыз. Өтірік айту ол негізінде былайша айтқанда ең бір сізді тұғырыққа әкелетін нәрселердің бірі. Менің өзімнің өмірімде болған нәрсе. Енді қараңыз. Сіз сол өзіңіздің өтірікші екеніңізді өз-өзіңізге мойындайсыз, бірақ өз-өзіңізді айыпты санамаңыз. Бір жынданып алыңыз, эмоцияңызды шығарып алыңыз керек болса, бірақ сол өз-өзіңізге мойындадыңыз. Содан кейін бір жақын адамыңызға мойындаңыз. Я Сәуле, я Марат, мен өтірікшімін. Білесің бе, мен саған осындай деп айтып едім, бұның барлығы өтірік, мен ойдан шығардым. Немесе анандай бір жағдайды саған істеп едім, адам туралы мынандай деп айтып едім, бұның барлығы өтірік. Сол Айгүліңіз, сол Маратыңыз сіздің өтірікші екеніңізді онсыз да біліп жүр, сізге айтпай жүр, Немесе білмеуі де мүмкін. Сол адамға айтпастан бұрын сіз өзіңіз ойлауыңыз мүмкін. Мен оған қалай айтам? Бұны айтсам, мен жерге кіріп кете жаздаймын. Яғни өзіңізді ең бірінші дайындап алыңыз.
сол Маратқа, сол Айгүлге осы өтіріктің барлығын айтқанда, яғни мен кезінде бағанағы оларға айтқан өтіріктерім туралы мойындағанда, ең жаман не болуы мүмкін? Мен ұялғаннан жердің астына кіріп кетуі мүмкін, немесе ол мені өлтіріп тастауы мүмкін, немесе ұрып тастауы мүмкін. Сол ең жаман нәрсеге өзіңізді моральный түрде дайындаңыз, дайын болыңыз. Тіпті мені өлтіріп тастаса да, мен қазір оған шындықты айтамын. Сол кезде сол шындығыңызды айтқанда, ол сізді бағанағы ешқандай бір соққыға да алмайды, өлтірмейді де, себебі сіз психологиялық түрде, моральный түрде дайын болдыңыз. Яғни сол нәрсені ойыңызда ұстап тұрған жоқсыз. Ол мені қазір өлтіріп тастайды, немесе ол мені қазір соғып тастайды деп, яғни сол нәрсені басып тастадыңыз. Сол Айгүл, сол Марат сізді сол айтқан шындығыңыз үшін одан сайын жақсы көріп кетуі мүмкін. Тіпті жақсы көрмей ақ қойсын, үндемей кетіп қалсын. Сіз айтыңыз, міндетті түрде байқаңыз, сол айтқаннан кейін ішіңізде бір сол энергия, сол өтірікті ұстап тұрған энергия от болып жанады. Сондай бір босап қаласыз. Сол энергия сізге отын болып, сіздің арман мақсаттарыңызды әкелуге, тез әкелуге себепші болады. Сол бір бағанағы өтірік екеніңізді мойындағаннан кейін сізге шабыт келеді. Сол уақытта жүгіріп барып, бір асханаға барып тамақ пісіруіңіз мүмкін, өзіңізбен өзіңіз. Сіз бұрыннан сол тамақ пісіргенді жақсы көрдіңіз, бірақ сол осы бір отынды алғаннан кейін, осы нәрсені мойындағаннан кейін сондай шабыт келе бастады. Сол уақытта сізге идея келе бастауы мүмкін. Ой, мен осындай бір керемет тамақ пісіремін, мен неге сол доставкамен, яғни жеткізумен, бір тамақ жеткізумен бағана айналыспаймын? Неге осыны бір кәсіпке айналдырмаймын? Неге бір шағын асхана ашпаймын деген нәрсе сізге келуі мүмкін. Және осы нәрселер сіздің ең шынайы кәсібіңіз, ең шынайы идеяңыз. Яғни екеуі бір-біріне қатысты емес, сол сіздің бағанағы аспазшы болып асхана ашуымен, сол бағанағы айтқан шындығыңыз екеуінің бір-біріне қатысы жоқ, бірақ сол бағанағы айтқан шындығыңыз сіздің блогыңызды шешті. От қылып жақты да, сізге отын болды, сізге шынайы шабыт келді. Сіз бұрын қанша тамақ пісіріп жүрсеңіз де, осындай идея сізге келмеп еді. Немесе келсе де дәл осындай бағана анықтығымен келмеп еді. Сондықтан осы бір шындығыңызды айтқаннан кейін, яғни өзіңізбен шынайы бола бастағаннан кейін, бұл идея сізге ап-анық келді. Бұл сіздің нағыз икигай, нағыз өзіңіздің кәсібіңіз екеніңізге түсінік берді, шынымен берді. Яғни сол өзіңізбен барынша шынайы болу, мына Инстаграмға немесе WhatsAppқа стористар салу, салғыңыз келеді, бірақ салмайсыз, себебі басқа адамдардың көңілінен қорқасыз. Сол нені қалайсыз, соны жасау, шынайы болу, барынша шынайы болу. Осы нәрсе сізге бақытыңызды, байлығыңызды өзіңіздің қалаған тездеп әкеледі. Сосын жаңа икигай деп айттым. Икигай деген не нәрсе? Енді естіп жүрген шығарсыздар. Мына өзіңіздің шынайы жақсы көретін былайша айтқанда предназначениеңіз, Енді көбіміз ойлаймыз, бұны қайдан табамыз, предназначение қайдан табамын, мен өзімнің не жақсы көретінімді білмеймін деген мәселе. Ойлап көріңіз. Сізде қазір ешқандай қарыз жоқ. Бір бөлмелі болса да, немесе қандай бөлме болсын, үйіңіз бар. Үйіңізге ипотека ештеңе төлеп жатқан жоқсыз. Бір қиялдаңыз. Сіздің счетыңызда бір 5 миллион немесе 10 миллион теңге жатыр, немесе 50 миллион теңге жатыр, енді кімнің санасы қаншалықты кең. Сіз бір жыл немесе 2 жыл жұмыс жасамасаңыз да, сізде ақша бола береді. Яғни ақша жетеді. 2 жыл немесе 1 жыл жұмыс жасамасаңыз. Сол уақытта тегін не істер едіңіз? Яғни қарыздарыңыз жоқ, ешқандай кредит деген нәрсе жоқ, үйіңіз бар, счетыңызда ақша жатыр, 1 жылға жететін ең кемінде. Сол уақытта тегін не жасар едіңіз? Картина салар едіңіз, тамақ пісірер едіңіз, адамдарды тегін тасымалдар едіңіз. Осы нәрсе сіздің икигайыңыз, осы нәрсе сіздің предназначениеңіз. Осыған көңіл бөліңіз. Не деп ойлайсыздар? Комментарий жазсаңыздар, лайк бассаңыздар, мені қолдасаңыздар, нұр үстіне нұр. Рахмет.